жүректен адамнан не тарайды? Мейірімділік тарайды екен, иә? Біздер барлығымыз бір-бірімізге жаман сөздер айтпай, мейірімді болып, жақсы сөздер айтуымыз керек, шын жүректен айтуымыз керек екен, иә? Сондықтан не істеп алдым? Алияға мен мысалы айтамын. Алия, сен өте әдемісің. Сіздер де сол сөздерді айтуларыңызға болады, немесе одан басқа да күшті сөздерді, сабақты күшті оқисың, ата-анаңды тыңдайсың деген сияқты күшті сөздерді айтуларыңызға болады, иә? Маған мысалы мен сіздер танымаймын ғой, жаңа ғана таныстық бір-бірімізбен. Менің атым Самал, осы мектепте психолог болып қызмет атқарамын. Сіздермен как тренингтер, ойын жаттығуларды бірге ойнайтын боламыз. Алия, сен өте әдемісің. Рахмет дейсің де, келесі адамға жалғастырасың. Айзересіз, аталарыңды тыңдайсың. Рахмет. Рахмет. Айзересіз, сен сабақты еске оқисың. Рахмет. Раяның қандай күшті қасиеті бар? Әдемі жазар, қалам бесін оқиды, әдемі қыз екен, иә? Сол үшін рахмет деп айтамыз Раяна. Енді балдар, сол сияқты күнделікті бір-бірімізге жақсы сөздер айту қолымыздан келе ме? Келеді, оңай екен, иә? Бір-бірімізге күнде осылай бір-бірімізді қуантып жақсы сөздер айтып жүрейік шын жүректен. Күшті болып сабаққа қатысқандарыңызға